Сәлем қыздар, бүгін сіздермен ПП медовый торт дайындаймыз, яғни балды торттың ПП вариантын сіздерге ұсынатын боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті ингредиенттер: күріш ұны, сода, жұмыртқа, сары май және бал. Крахмал аса қатты қажет емес, қоспай қойсаңыздар болады. Сары май мен балды екеуін қосып біріктіріп, ыстық отқа ертіп аламыз. Сары май мен бал еріген соң бізде осындай масса болады және оған содамызды қосып араластырамыз. Соданы салған соң оттан аламыз. Жұмыртқамызды миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз, аппақ көбік болғанша. Міне осындай аппақ көбік болу қажет. Жұмыртқаны миксерлеп алған соң екеуін біріктіреміз. Жақсылап араластырып болған соң күріш ұнын салып, жақсылап араластырамыз. Диеталық ұндарға сұлы ұны, күріш ұны, жүгері ұны, қара құмық ұндары кіреді. Қай ұн бар, сол ұнды пайдалансаңыз болады. Бізде осындай масса пайда болады. Пергамент қағазымызға кішігірім ұн сеуіп, қолдың көмегімен қамыр илейміз. Духовкада 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Міне осындай бізде корждар пайда болды. Крем үшін қаймақ және фитбараттың подсластитель, яғни қант алмастырушысын қосамыз. Миксердің көмегімен кремді жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Мен корждарды екіге бөлдім. Егер де сіздер екіге бөлмесеңіздер, дөңгелек пішінде жасауларыңызға болады. Шетінен қалған корждарды ұнтақтап, бетіне осылай сеуіп, әсемдеп аламыз. Міне қыздар, біздің медовый тортымыз, яғни балды тортымыз дайын, өте тез, жылдам жасалады және бұл ПП варианты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші перекусқа жеуге болады, калориясы аз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, үліпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттер таба аласыздар. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.